Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін раскладымызды жігіттің қандай жоспары бар алдағы уақытта соны көретін боламыз. Өзіңізді ойлаңыз, жігітіңізді ойлаңыз. Бірінші энергетикаңызды тауып алайық. Жігіт бірден шықты. Енді сіз өзіңізді ойлаңыз, есіміңізді іштей айтсаңыз да болады. Туылған жылыңызды. Сіз де шықтыңыз. Қыздар, айта кетейін, бүгін скидкамен ашамын. Кешкі 12-1-ге дейін үлгерсеңіздер болады. Отношениеге 1700-ден ашамын. Отношениеге бүгін ғана, тек бүгін 1700. Жігітті бірінші айта кетейін. Жігіт король жезловый, активный, пысық, іс-қимыл көп жасайтын ер адам десем де болады. Бір орында тұрмайтын, общительный, адамдармен жақсы тіл табыса білетін адам десем де болады. Знак зодиакасы бойынша арыстан болуы мүмкін, мерген болуы мүмкін. Сосын ол жерде қазіргі сәтте энергетикасы бойынша жігітте қазір жақсы келісім, жұмыс жағынан болсын да жақсы келісімдер, договорлар, кездесулер де, және корпоратив деген сияқты отырыстар, той деген сияқты нәрселерге сондай энергетикада тұр жалпы. Жігіт немесе алдағы уақытта тойға барады, бір жерге отырысқа барады, немесе уже барып қойды. Бұл жерде уақыт жәндегі белгілі бір алдағы уақытта барады деген сөз емес, немесе бүгін барады, немесе кеше барады деген сөз емес. Болуы мүмкін, осы жақын арада болған болуы мүмкін, тойға барған болуы мүмкін деген сияқты. Жалпы энергетикасында маған солай көрсетіліп тұр. Сосын жігітті айтатын болсам тағы да, қазіргі сәтте бұл ер азаматта қазір көңіл күйі жақсы десем де болады. Қазіргі жалпы энергетикасы кездесулер керемет, қай жерге барса да жолы болып тұр бұл жігіттің деген сияқты нәрселер сондай өте көп. Бұл жерде махаббат үштігі болуы да мүмкін. Бұл жерде екі әйел адам болуы мүмкін жанында. Енді сізді айтатын болсам, сіз королева мечей, жалғыз басты болуыңыз мүмкін, ажырасқан болуыңыз мүмкін, мүлде тұрмысқа шықпаған бойдақ болуыңыз да мүмкін, знак зодиакаңыз таразы, созғыш болуы мүмкін. Бұл жерде сіз қазіргі сәтте жеңіске жетудің жолын іздеп жатқандығыңыз көрсетіліп тұр. бір нәрседен бір победаға жеткіңіз келеді, жеңіске жеткіңіз келеді, және де сол жеңіске қалай жетсем екен деген сияқты ізденіс сізде, талпыныс, алға қарай жылжу, өте жәндегі көп ойланатын, ақылды, сондай қыз ретінде шығып тұрсыз. Енді жігіт екеуіңіздің араларыңызды көретін болсам, жігіт екеулеріңіздің араларыңызда бір-бірлеріңізге интерес бар. Екеулеріңіз араларыңызда отбасылық өмір болады деген сияқты сондай болған болуы мүмкін. Және сондай әңгімелер болған болуы мүмкін араларыңызда, немесе бұрын отбасылы болған болуыңыз мүмкін. Бір-бірлеріңізге өтірік айту деген сияқты себептерден ажырасып кеткен болуыңыз мүмкін. Немесе қазір сіз күйеуіңіз көріп отқан болуыңыз мүмкін. Араларыңызда сондай өтірік нәрселер, отбасыдан кету, және де бұл жерде отбасылы боламыз деп, және бойдақтар егер отбасылы боламыз деп алдаған болуы мүмкін. Бұл жерде болашақ туралы жалпы өтірік нәрселер болған екеулеріңіз араларыңызда. На самом деле әркім өз бетімен кеткендігі көрсетіліп тұр бұл жерде. Екеулеріңіз ара қатынастарыңыз жалпы бір-бірлеріңізге манипуляция жасайсыздар десем де болады. Яғни бұл отношениеде менікі дұрыс, менікі жәндегі мен бәрін қатырамын деген сияқты сондай позициядасыздар. Бір-бірлеріңізге жалынышты болып көрінгілеріңіз келмейді былайша айтқан кезде. Солай. На самом деле бір-бірлеріңізге керек болып тұрсыздар, бірақ бір-бірлеріңізге олай көрсеткілеріңіз келмейді. Енді айтқан сигнификация сіз ұқсайтын болса, сізге ұқсайтын болса, 100% ұқсау міндетті емес, кейбір шеттер ұқсауы мүмкін. Онда бұл сіздің раскладыңыз. Жігіттің қандай жоспары бар? Жалпы қандай жоспары бар? Жалпы жігіт бұл жерде алдағы уақытта бір нақты 5 жылдық жоспар құрып отыр деп айта алмаймын. Қазіргі сәтте жәндегі ойланыс үстінде, толғаныс үстінде, жәндегі
белгілі бір өміріндегі оқиғаны аяқтамау екі ойлы болып тұр, ешқандай шешім қабылдағысы келмей тұр қазіргі сәтте. Болашақта мен мына қызбен отношениямды 100%-ға үземін деген сияқты ондай мысал ретінде айтып жатырмын, ондай позицияда емес, яғни жіберу қиын болып тұр бұл ер азаматқа. Бұл жерде өтіріктен өзін алдап бұл жерде жігіттің ойында әйел адам бар, королева кубогы шығып тұр. Оған деген сезімі бар, онымен кездескісі келеді, екеуінің арасында взаимный сезім бар. Бірақтан да бұл жігітке қазір қиын, өйткені екеуіңіз араларыңызда өтірік болуы мүмкін. Бұл королева кубогы сіз болуыңыз мүмкін, сіз болмауыңыз мүмкін. Мүмкін сіз, яғни өзіңіз сезесіз, екеуіңіз араларыңызда қарым-қатынастарыңыз қиын, яғни бірге болу қиын, кездесу қиын болып тұр қазіргі сәтте. Сосын жігіт қазір өз-өзін алдап тұр. Өз-өзін самообман дейміз ғой. Қандай жоспары бар? Сізге байланысты қандай жоспары бар? Королева кубогы көрсетті, королева кубогыға қандай жоспар? Қандай жоспар? Сізге келгісі келеді. Араларыңыздағы паузаның барлығын тоқтатып, сізге мықты болып келгісі келеді. Қазіргі сәтте бұл жігіт қаржы жинап жатқан болуы да мүмкін, сізге абыроймен алдыңызға келіп, міне жігітім деген сияқты сондай құр қол келмей, сізге қаржымен өзі самодостаточный отношение болып солай келуді ойлап тұр, жоспары сол болып тұр. Сізге қарата келу болып тұр жоспары. Бірақтан да қалай екенін білмей тұр. Әртүрлі ойлар ойлап тұр, қалай барсам екен деп. Өйткені бұл жерде императрица махаббат үштігі болып тұр. Бұл жерде бұл ер адамның қасында бір әйел адам түсіп тұр. Мүмкін бұл әйелі болуы мүмкін, анасы да болуы мүмкін. Бұл жерде екеуіңіз араларыңызға түсіп жатқанда тек қана махаббат үштігі деген қыз бен жігіттер емес, анасы, әпкесі деген сияқты бұл жерде әйел адам түсіп тұр. Ол әйел адам өте ақылды, ана десем де болады бұл әйелді. Сол себепті қазір қалай выбор жасай алмай тұр бұл жерде. Бұл әйел адамды тастап кете алмай тұр. Өйткені императрица болып шығып тұр. Бұл ер азаматтың өмірінде бір белгілі бір орын алатын әйел болып тұр. Сол себепті бұл нақты бір шешім қабылдай алмай тұр. Бірақтан да жоспарында сізге қарата бару бар. Бірақ махаббат үштігін қайтемін деген сияқты ойы бар. Сонымен жігіт махаббат үштігін қайтпекші екен. Көрейік. Не істемекші екен? Жігіттің өзі шықты. Қаламайды, нені қаламайды? Үштік. Жеңіл қарым-қатынасты қаламай тұр бұл жерде. Все-таки ер азаматтың ойында негізінен жеңіл қарым-қатынас емес, жігітке қазір тұрақтылық қажет болып тұр. Қазіргі сәтте қанша мысалға сізді ұнатып тұрса да, қанша егер де жүріп жүрген қыз болсаңыз, әйелі бар ер азамат көріп жатқан болсаңыз, қанша сізді жақсы көріп тұрса да, барғысы келіп тұрса да, өз-өзін ұстап тұр бұл ер азамат. Өйткені бұл жерде ля-ля-ля, тра-ля-ляға жол жоқ деген сияқты, олай болмау керек деген сияқты негізінен жігіттің адамгершілігі бар жігіт екені көрсетіліп тұр. Бір жағынан сізді ұнатып тұрғандықтан бұл махаббат үштігі болып қалып тұр. Енді өмірде әр нәрсе болады. Жігіт қайда қарай әрекет жасамақшы? Бұл жігіт бар күшін жинап тұрақты болуды қалап тұр бұл жерде. Нақты бір тұрақты бір выборды таңдағысы келіп тұр. Жаңадан бастағысы келіп тұр бұл жерде жігіт барлығын. Бірақтан да қазір соған күш жинап жатырған секілді. Қаржы жағынан болсын, өзінің духовный жағынан дайындап жатқан десем де болады бір жағынан. Бұл жерде жігітте өткен уақыттардағы белгілі бір жауапкершілігі бар. Отбасы болса, қаржы беру әйеліне, баласына деген сияқты, немесе анасына деген сияқты мысал ретінде. Өткен сәттегі ұмытылмас бір отношение, яғни анасымен де әпкесімен де болуы мүмкін. Бұл жерде көңіл қалу жігітте. Жалпы қазір жігіт бір сигнификацияда не болып тұрғанмен обман картасы шығып тұр ғой, өтірік шамалы. Қазіргі сәтте бәрін жұртқа өзін күшті көрсеткісі келеді. Қазіргі кездесулер жақсы болып жатыр деп баста айттым ғой ер азаматта. Солай көрсеткенімен бұл ер азамат сыртқа. Шын мәнінде олай емес. Олай емес екен шын мәнінде. Бұл ер азаматтың шын мәнінде жүрегі жаралы, сырт көзге бәрі жақсы, бәрі күшті секілді көрсетіліп тұрғанымен өзі жүрегі қанжылап тұрған көрсетіліп тұр.
қаржы жағынан болсын, өткен сәттердегі қарым-қатынас, отбасылық өмір. Егер күйеуіңіз көріп отырсаңыз, бұл жерде күйеуіңіз переживаниясы бар, яғни сізге қарата қаржы жіберуге деген сияқты ойы бар. Бірақтан да қазір жігітте жұмыс іздеп жатқан болуы да мүмкін. Қаржы, жұмыс мәселесі де шығып тұр жігіт жақтан. Жігіт жаңдегі жұмыс іздеп жатқан болуы, жұмыстан шығып қалып деген сияқты, немесе жұмысы бар болса да қосымша қаржы қайдан тапсам екен деген сияқты, сондай ізденіс бұл жерде жігітте, пентакли жағынан, қаржы жағынан ізденіс болып тұр. Сіздің алдыңызға да барғысы келеді бұл жерде жігіт. Жаңағы авторитетный болып, қаржысы жоқ, простой жігіт болып емес, барлығы қолымнан келеді деген сияқты сондай болып көрінгісі келеді. Бірақтан да бұл жігіттің қазір аяқ-қолы байлаулы. Өйткені жаңада айтып отқандай, басқа бір әйел адам түсіп тұр, сол ұстап тұр. Бұл ер азаматта. Әйтпесе де сізге қарата келгісі келіп тұр. Иә, повешенный картасы шығып тұр. Өзім айтқанда, иә, үшінші адамның қарсылығы бұл жерде көріп тұрғаныңыздай. Иә, сол өте үлкен кедергі болып тұр. Өзінің самодостаточный, өзі ғана шешімін қабылдайтын сондай ер азамат болмай тұр қазіргі сәтте. Башнямен шығып тұр бұл карта. Өзі бүйтіп өз еркімен, өзінің өмірін өз еркімен шешім қабылдап олай болып тұрған жоқ бұл жерде. Үшінші адамның кедергісінен бұл жерде бір сізге қарата былай бүкіл қаржысын да сізге жұмсап, бүкіл вниманиясын сізге жұмсағысы келеді. Жігіттің ойында, жоспарында бар, бірақтан да сол ұстап тұрған әйел адам ұстап тұр бұны. Енді көрейік, ол әйел адамды қайтпек екен бұл жігіттің жоспары. Ол әйел адамды бір-біріне қарсы карта шығып тұр. Иә, бұл жерде жігіт онымен бір шетінен жақсы мәмілеге келгісі де келеді, ол әйел адаммен. Жаңа императрица, үлкен әйел деп тұрмын ғой. Немесе жәндегі әйелі деген сияқты, немесе анасы деген сияқты. Оған жақсы қарым-қатынас жасағысы келеді. Бір жағынан ашу да келеді оған. Сол себепті бұл жерде как будто жәндегі бұл ер азамат Құдайдан қорқып тұрған секілді. Яғни жәндегі оған жаман қарасам, жаңағыдай басқадай нәрсе болатын болса, бұл мен жаңағыдегі ол үшін бумеранг сияқты жазаланып қалам ба деген сияқты сондай қорқыныш бар ер азаматта. Негізінен өзінің шынайы ойын көрейік, шынайы не істемекші ол әйелді. Бірақ на самом деле бұл жерде жігіт все-таки ол әйелмен қарым-қатынасты үзгісі келеді негізі шын мәнінде. Бірақ ол жаңағыдегі бұл ер азамат тарапынан дұрыс емес екендігін біліп тұр бұл жерде. Жігіт бұл жерде ол әйел адаммен, я жаңағы императрицамен егер қарым-қатынасымды үзгім келеді, бірақтан да оның көңілін қалдырып, қайтадан өзіме жәндегі бумеранг сияқты қайтып келеді ме деген сияқты бір қорқыныш бар. Шын мәнінде бұл жігітке салатын болса, яғни Құдайдан қорқу тақсын тағы деген сияқты адамгершілік дегенді ысырып қоятын болса, ол әйелді мүлде тастап та кеткісі келіп тұр бұл жерде. Анасы болса, яғни онымен оның айтқанын тыңдап, оның қол астынан шыққысы келеді десем де болады. Сол себепті бұл жерде бір шетінен қорқып тұр бұл жерде. На самом деле бұл еркіне салатын болса, кетіп қалғысы келіп тұр. Жоспар бұл жерде жігіттің сізге алдағы уақытта келу жоспарлап отыр, бірақ қалай екенін жігіт білмей тұр. Бірақ жоспарында сіз бар екендігіңіз көрсетіліп тұр бұл жерде. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Сау болыңыздар.